Соңды болмаған тур болайын деп жатыр. Мынандай болады. Біз жас ерекшелікке қарамаймыз. Қалай жеттіңіздер? Аман есен жеттіңіздер ме? Жақсы жеттіңіздер ме? Қазақтардың арасына келгесін қуанып отырмыз. Мен өзім Россиян қазағымын, поэтому для меня рада, что я Біз де қуаныштымыз. Корея тарихында болмаған нәрсе. Ең алғашқы рет осы Nice Paradise тур компаниясы үлкен бір ұйымдастырумен өтіп жатқан алғашқы қазақтардың арасындағы тур болғаннан кейін сізге де қызық, біздің өзімізге де қызық болып тұр. Сол себепті барынша қолдау білдіріп кетсеңіздер, Алла разы болсын. Қазақстаннан көріп отырсаңыздар, Құдай қаласа келіп жатсаңыздар, дәл осы біздің ортаға келіп қосылуларыңызға әбден болады. Жолда бір жерден тамақтанып аламыз да, сосын жаңағы біз айтқан жерге барып, аралап, қолында сояқта съемка жасап, блог ұсталып, видео жасап десеңіздер, просьбамен видео жасап беріп, Ақшасына сіз үйге барып, ужин жақсы бір палау болайын деп тұр. Боптыға үйленейік депті. Бопты депті. Сонымен бопты мен депті, бақытты бопты. Сонымен? Болды ма? Штанинг болды ғой, масқара болды ғой. Ай, көзім қадірлін, ай күл жадырау жүрші, өптіріп жанымда жадырап жүрші, екеумізге тәңірден берілген бақыт, уақытпенен бақыттың қадірін білші. Жүрегімнің дүрсілі саған бағар, ойбай сарғыз, сен қарғыз, қарғызыңның біреуін маған жарғыз. Тамақ келіп жатыр. Қалай бетамын? Бәріне ас болсын ау. Ас болсын. Қалай өтсіңдер, жақсы өтсіңдер ма? Қалайсыздар, жақсы өтсіздер ма? Вообще классно, да. Очень нравится. Очень нравится, да? Бізде керемет жерде хан сарайдың алдында тұрық. Солдаттарды бит стройға тұрғызып қоятын жер ғой примерно. Енді қыздар жігіттердің барлығы бізден яқта контент жасап жатыр. Енді нар жақта мынандай ағаштың үстінде жатқызып ұратын жері бар яқта ше. Дүре соғамыз деп бұрын киноларда айтып еді ғой. Сондай сияқты ғой. Шеттеу жерде, я? Ана үйден қарағанда. Шетте. Айқайлап жандарды. Сөйтетін сияқты ғой, бүйтіп жатқызып қояды да адамды бүйтіп қолын екі жаққа қойып, арт қаратып бүйтіп екі бетінен ше, артынан ұрады, дүре соғады. Былай соғады. Қараңыз қанша рет соққан, сынған сияқты ғой, шаруасы біткен. Это не моля? Алдында мені соққан кезде сол сынып қалды. Осындай үлкен ауылдың ішінде жүрміз қазір. Көрші үйде ертең ас. Алтта. Ертең ас? Футбол қашан досың десе. Қазандарың бар ма, брат? Бір-екі күнге беріп тұрсыңдар. Бізге бүгін тур жасап отқанбыз ғой, брат. Бір үлкен қазаның болса, бүгін плов басамыз деп отыр, Құдай қаласа. Табақ бар. Табақ жетпейді ана бауырым. Біз 20-мыз, біз 1000-біз. Сіздер самал шүкірсіздеу кісілер екенсіздер, бар мен базар деген жоқ па? Жылдам қимылдайсың ба бауырым, яқта турмен асығып жүріппіз.
жоқ. К. Опсо. Әр жерде дарама түсірді. Мені басты рөлдерден көретін боласың. Қазақтың жұмонктары келеді. Тыға береміз. Кофе ішіп алайық деп мына жерге келдік. Кофе алмай отырмыз мына жақтан. Қыздар жігіттермен. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Салып жатсыз ба бұлар ютубқа? ютубқа ғой бауырым. Неге салып жатсың ба? Салам ғой. Өздеріңіз көздеріңізбен көріп отырсыздар, осындай бір эмоция алғыларыңыз келсе, дәл осы Nice Paradise Арманса нетворкинг ортасында келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Астына қазір ссылка тастап кетеміз. күшті көңіл күйде жүрмін, рахмет балалар, қыздар, сендерге көп рахмет. Осы турға келгеніме өте қуаныштымын. Енді мына жақта түрмені көрсетіп жатырмыз, кәрістердің абақтылары. Енді зынданына бара алмадық, өйткені ол жақта уақыттың бітуіне байланысты сағат 5-те жабылады екен. Сол себептен де қазір бізде 5-тен өтіп бара жатыр. Сол үшін мына жақтағы абақтыларын көрсетіп жатырмыз. Барлығы түрме контент болып жатыр мына жерде. Апаларымыз күшті шалдармен түсіп жатыр. Какие-то шалдар, это жігіттер. Жігіттер, жігіттер. Ханзадалар деңізші. Ал құрметті достар, осымен бүгінгі көне шаһарымызға турымыз аяқталды. Автобусқа қазір дайындалып жатырмыз. Адамдар жаймен жиналып жатыр. Енді шыны керек барлық эмоциямызды тастап, әлсіреп бара жатырмыз. Қазір үйге барып, ыстық тамақтан алып, әрмен қарай бүгінгі турымыздың ең тәтті жерін жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Каналдан ажырамаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Лайктарыңызды басып, комментарий жазып, каналға жазылып, колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Кореядағы қарапайым қазақтың бай баласы Бай Абдулла. Рахмет. Сәкен, ең бірінші дегенде көп рахмет саған. Мен өте қуаныштымын, что Қазақстанның қазақтарымен бірге осында дастарханда отырмыз, танысып отырмыз, өте қуаныштымын. Чтобы вот это все организовать, это надо силы, это надо желание, это надо время. Я всегда искала таких людей, типа Кореяда жүріп, мен қазақтармен араласқым келеді деп ше. Ну свои-то свои, как бы все-таки. Келесі жыл шынымен де одан да үлкен болып, осы 20 адам отырсақ келесі жыл 40-60 адамдыққа дейін барсын, үлкен коттедж алып, қыс болсын, жаз болсын қарамай, сол Сәкен бауырымызға тек қана алғыс. Ең бірінші рахмет айтқым келеді, сіздер қолдап келіп жатқандар бар, қыдырып келіп жатқан кісілер бар. Осылай келіп, бізбен бірге көрісіп жатқандарыңызға, екінші осы ұйымдастырып көмектесіп жатқан жігіттерге рахмет.